Есептеу жүйелері. Сабақтың мақсаты сандар жүйесінің түрлерін ажырата білу, сандық жүйелерде сандарды дұрыс жазу. Цифрлар мен сандар екі түрлі нәрсе. Екі санды қарастырайық. 5, 2 және 2, 5. Цифрлар бірдей 5 және 2. Бұлардың сан ретіндегі айырмашылығы неде? Цифрлық ретіндеші. Иә, бірақ айта кету керек, цифрлық позициясы сандар бойынша. Енді сандық жүйелер деген не екенін ойлап көрейік. Бұл сандардың жазылуы. Иә, бірақ бұл сандарды өзіміз қалағандай жаза алмаймыз. Себебі басқа адамдар бізді түсінуі керек. Сондықтан оларды жазу үшін белгілі бір ережелерді қолдануы керек. Сандар жүйесі. Бұл белгілі бір ережелерге сәйкес сандарды жазуда алфавиттің кейбір таңбалары қолданылатын белгілер жүйесі. Барлық сандық жүйелер екі үлкен топқа бөлінеді. Позициялық және позициялық емес сандық жүйелер. Позициялық емес сандық жүйелер позициядан бұрын пайда болды. Сондықтан алдымен позициялық емес сандық жүйелерді қарастырамыз. Позициялық емес сандық жүйесіндегі сандардың тұрған орны, оның мағынасын өзгертпейді. Позициялық емес жүйелер мыналарды қамтиды: римдік сандық жүйе, алфавиттік сандық жүйелер және басқалар. 11 санын жазу үшін оң жағына сан қосып жазамыз. 9 санын жазу үшін санның сол жағынан бір санды алып тастаймыз. 1, 10. Римдік есептеу жүйесі. 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Мысалы 2004. Египеттік есептеу жүйесі. 1 сызықша, 10 өкше, 100 арқанның ілмегі, 1000 су лалагүлі немесе лотос, 10.000 саусақ, 100.000 бақа немесе құрт, личинка, миллион жоғарыға қол көтерген адам, мысалы 345 саны. Ал грек есептеу жүйесі. 1, 5, 10, 100, 1000, 10.000, мысалы 34 саны. Позициялық сандар жүйесі. Кез келген позициялық сан жүйесі оның негізделуімен сипатталады. Позициялық сандар жүйесінің негізі берілген сандарды белгілеу үшін қолданылатын әртүрлі цифрлар саны. 579, 5 жүздік, 7 ондық, 9 бірлік. Екілік санау жүйесі компьютер жадында ақпаратты ұсынудың негізгі жүйесі. Бұл сандар жүйесінде 0, 1 сандары қолданылады. Мысалы, 1, 0, 1 екілік санау жүйесіндегі санды ондық аттамай жүйесіне ауыстыру үшін ол санды жіктеп аламыз. Ол үшін 1-ді көбейтеміз 2-нің 3 дәрежесіне қосамыз, 0-ді көбейтеміз 2-нің 2 дәрежесіне қосамыз, 1-ді көбейтеміз 2-нің 1 дәрежесіне қосамыз, 1-ді көбейтеміз 2-нің 0 дәрежесіне. Содан шыққан сандарды қосынды амалын орындап, жауабында ондық санау жүйесінде 11 саны шығады. 8-дік санау жүйесі компьютерлік жадта ақпаратты ұсынуға көмекші жүйе болып табылады және екілік сандар мен командаларды ықшам жазуда қолданылады. 8-дік санау жүйесі, яғни 8-дік негіздеуші санау жүйесі 8 цифрдың көмегімен санды көрсетеді. 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Мысалы, 144 сегіздік санау жүйесіндегі санды ондық санау жүйесіне ауыстыру үшін ол санды жіктеп аламыз. Ол үшін бірді көбейтеміз, 8-ден 2 дәрежесіне қосамыз. 4-ті көбейтеміз, 8-дің 1 дәрежесіне қосамыз. 4-ті көбейтеміз, 8-дің 0 дәрежесіне. Содан шыққан сандарды қосынды амалын орындап, жауабында ондық санау жүйесінде 100 саны шығады. 16-лық санау жүйесі. Бұл сонымен қатар компьютерлік жадта ақпаратты ұсынуға арналған 8-дік көмекші жүйе және 2-лік сандар мен командаларды ықшам жазу үшін қолданылады. 16-лық санау жүйесінде санды жазу үшін ондық санау жүйесінің цифрлары 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және жетпейтін 6 цифрды белгілеу үшін ондық сандардың мәні 10, 11, 12, 13, 14, 15-ке сәйкес болатын латын алфавитінің алғашқы үлкен әріптері А, Б, С, Д, Е, Ф қолданылады. Мысалы, бірді көбейтеміз, 16-ның 2 дәрежесіне қосамыз. 9-ды көбейтеміз, 16-ның 1 дәрежесіне қосамыз. F-ті көбейтеміз, 16-ның 0 дәрежесіне. F әрпін 15 санымен алмастырамыз. Содан шыққан сандарды қосынды амалын орындап, жауабында ондық санау жүйесінде 415 саны шығады.